Мен Жаңғабай Назерке, Жамбыл облысы Байзақ ауданы Байзақ ауылында өмірге келіп өстім. Байзақ ауылы Жамбыл облысы Байзақ ауданының ортасында орналасқан мекен. Өз туған өлкең жайлы баянда атты халықаралық байқаудың «Мен өз туған өлкеммен мақтанамын» номинациясы бойынша осы байқауға балалар мен жасөспірімдер шығармашылық орталығының жас натуралист үйірмесінен қатысып отырмын. Байзақ ауылының құрылу тарихы тереңде жатыр. Мұрағатқа сүйенсек, ауыл тарихы 1920 жылдан басталады. Сол жылдары ауыл Ново-Николаевская деп аталған. Сол жылғы халық санағы бойынша ауылда 239 адам тұрған. Келесі танымал тұлғамыз Қазақстан Республикасының халықаралық дәрежедегі спорт шебері Асланбек Шынбергенов. 1993 жылы Байзақ ауылында дүниеге келген. Ыстық Абыланов орта мектебінің түлегі. 2018 жылы Азия ойындарының күміс жүлдегері. 2022 жылы Азия чемпионы. 2023 жылы IBA-дағы бокстан әлем чемпионы. Қаралы ана ескерткіші 1990 жылы соғыстың 45 жылдық мерейіне орай салынды. Ол жерде Байзақ ауылы бойынша Ұлы Отан соғысына қатысқан адамдардың тізімі жазылған. Денсаулық басты байлық. Ауылымызда заманауи құралдармен жабдықталған аурухана жұмыс істейді. Байланыс пен қызмет көрсету сапасы Қазпошта бөлімшесі ауыл тұрғындары үшін сапалы қызмет көрсетеді. Руханият пен имандылықтың ордасы мешітте ауылымызда бар және 4 балабақша жұмыс жасайды. Ыстық Абыланов қоғам қайраткері, драматург, журналист. Ол 1894 жылы Жамбыл облысы Байзақ ауданы Байзақ ауылында дүниеге келген. 1938 жылы халық жауы деген жалған жаламен ұсталып атылды. КСР жоғарғы сотының әскери алқасының 1958 жылы 29 маусымдағы шешімімен ақталған. Ауылымыздағы мектебіміздің атауы осы кісінің құрметіне қойылды. Балалардың бос уақытын тиімді пайдалану ұйымдастыратын балалар мен жасөспірімдер шығармашылық орталығы және спорт кешені жұмыс жасайды. Ауылымыздың өркендеп дамуы халық санының өсуімен тікелей байланысты. 2009 жылы халық санағы бойынша ауылда 3884 адам тұрса, қазіргі таңда 7153 адам тұрады.